Сол шетелден шақырмай өзімізді қазақстандықтардан 22 адам ішінен көп болса 4-5 ғана шетелдіктер. Қалғандар бәрі осы өспейді. Сол бесеуінің өзінде 240 миллион теңге ақша төлейді ғой айына. Жоқ. Онда хоккей ғана. Ал оның тренерлері, футболдары, ондағы адамдардың бәрін есептесеңіз, сұмдық ақша шығады. Ал біздің кедейлер 50 мың теңгемен күн көріп жүр. Кедейлер бар ғой, хоккей ойнамайды. Арасында сол ақшаны қазақстандықтар алсын. Небір мықтылар шығады қазақстандықтардан да. Шығасыздар ма? Хоккей ойнайсыздар ма? Ақшасын төлейді. Ол үшін тренерді көбейту керек. Ол үшін жаңа спорт мектептерін ашу керек. Ол үшін сондай жағдай жасау керек. 40 миллионға 2 стадион салуға болады. İslamның дінін уағыздайтын адамдармыз. Ал енді біз Индияның киносына біреуі піл болады, біреуі жылан болады, біреуі әйел болады, енді бір шал болады. Қарап тұрсаңыз, Индияның киносын көргенде біз 4-5 күнге кіріп кетеміз. Ол бір кино. Ол киноны көрсете бастайды, ол кино 1,5 жыл, 2 жыл жүреді. Сонда біз не болып кетіп жатырмыз? Ана Индияның киносын көрмей қоймайсыз ба? Жоқ, көріп жатқан жоқпын, айналайын. Көріп жатқансам, мен жұрт көріп жатыр ғой, сосын айтып жатырмын. Жоқ, қай каналдан көріп жатсыздар? Астана көрсетеді ғой, сосын 31 көрсетеді. Айтып көп каналдар көрсетеді енді. Қолыңызда пульт қой, ауыстыра салыңыз, басқа каналға көше салмайсыздар. Пещерный национализм. Пещерного национализма.